Баршаңызға қайырлы күн. Квашеная капуста жасап көрсететін боламын. Асқазанның сөл бөлуін күшейтеді, асқазанның жұмысын жақсартып, сондай-ақ С витаминіне толы өте пайдалы салаттардың бірі. Міне осылай қытырлап тұрады. Жасап қойып, холодильникте сақтап қойсаңыздар болады. Ал бұл жерде бізде 2 капуста, 1 сәбіз, лавр жапырағы және де тұз қажет болады. Барлық үйден табылатын заттар ғана керек. Қара бұрыш. Ал енді жасауға кірісейік. Ең бірінші біз осылай капустамызды турап алатын боламыз. Пышақтың көмегімен турап алсаңыздар болады, немесе сіздерде терка болса, арнайы сол теркадан да өткізе салсаңыздар тіпті жақсы, уақыттарыңызды үнемдейсіздер. Болмаса осылай мен сияқты видеода көрсетілгендей етіп, ұзынша етіп, осылай кесіп алатын боламыз капусталарымызды. Құрметті достар, менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп қойыңыздар. Алдағы уақытта өте жақсы, керекті рецептермен бөлісетін боламын. Капустамызды осылай кесіп алғаннан кейін теркамдан сәбізімізді өткізіп алатын боламыз. 1 сәбіз жеткілікті осы рецептке. Капустаның үстіне жаңағы сәбіздерімізді сеуіп алатын боламыз. Одан кейінгі кезекте 1 килограмм капустаға 1 ас қасық тұз керек болады. Осылай 2,5 қасықтай қосып алдым мен. Осылай қолмен сәл мыжып алатын боламыз, бірге араластырып. 3-4 минут шамасында осылай араластырып мыжып алғаннан кейін өзінің сөлі бөлініп бастайды капустаның. Сол кезде біз бағанағы жасайтын ыдысымызға салып дайындай беретін боламыз. Қазір видео барысында көрсететін боламын. 3-4 минут араластырғаннан кейін бірден осылай капустаның сөлі бөліне бастайды. Сөл бөлінгеннен кейін осындай бір ыдысымызға жаңағы капусталарымызды салып алатын боламыз. Осылай 1 слой салғаннан кейін бір қолмен басып, лавр жапырағымызды, біреу және де 5-6 бұрышымызды салып қоямыз, және де бетіне тағы да осылай слой-слоймен қойып шығатын боламыз. Тағы да бір басып алып, жақсылап лавр жапырағымызды, бұрышымызды салып, осылай қайталап шығатын боламыз. Бәрін салып дайындап алғаннан кейін бетіне тарелканы және де осылай 2-3 литрға су құйып, бетін жауып қоятын боламыз. Осылай бір түн тұрғаннан кейін су бөлініп бастайды. Су ештеңке құйған жоқпын, бұл капустаның өзінің суы. Міндетті түрде үйдің жылылығына байланысты 2-3 күнде капустамыз осылай кваситься ететін болады. Міндетті түрде осылай біз ауасын шығарып тұруымыз қажет. Бір күнде, мысалы 2-3 рет ауасын шығарып қоямыз, өйткені қышқыл болып кетуі мүмкін. Ауасын шығармасаңыздар қышқыл болып ашып кетеді. Сондықтан да осылай 3-4 рет шамасында бір күнде қайталайтын боламыз. Қайтадан бетін жауып, 1-2 күнге қалдырдым мен. 2,5 күнде менің капустам дайын болды. Достар, бұл өте пайдалы салаттардың бірі. Біздің асқазанымызға, ішек жолдарымызға керекті витаминдердің бәрі бар. Сондықтан да дайындап қойыңыздар.